жоқпын. Мен ғана істейін, менен басқа ел көтермесін деген жоқпын. Сен де көтер. Сен де көтер. Сен де осы Гуанхың бол, қазақ Гуанхың бол. Сен де көтер. Біз көтер алмаған тақырып сен көтер. Қоса көтер, бірігіп көтер. Бірақ қаралап, жалалап, бізге қарсы жұмыс істеп не табасың? Диктаторлар бірінен кейін бірі құлап жатыр. Кейбіреуің жассың, өмірдің қызығын енді бастап жассың. Ертең қанды найзамызға ілініп кетесің. Біз Қазақстанда билікке келейік келмейік, бірақ басқа да өмір өзгеріп жатыр ғой. Тарихта жаман атың қалады. Біз жауға қарсы шапқанда, сен балақтан алмай-ақ алыс жүр. Енді кейбіреудің тума, жаратушы жаратқанда тума солай жаратады. Кейбіреудің, мысалы, қайсы күні бір жолдасымыз, шіркін-ай, солар неге осылай істегендік үшін, арсыздық үшін, осындай ұлтқа қарсы жұмыс үшін неге намыстанбайды, мына аз күнде мәңгілік қара бет болып қалатындығын неге ойланбайды дейді. Сосын мен айттым телефонда. Әй, шошқалар, ана шошқаның нәжісінде батпағында жатып, ана өңкей шошқа өзінің нәжісінде өзі малтып жатады. Шошқалар. Сол шошқалар айтатын шығар деймін да. Тәуба шүкір дейтін шығар деймін да. Көрдің ба ана тау ешкіні, анандай қауіпті жардың басында дәрі шөп жеймін деп, басқа аңның жаңағы аяғы тимеген жерден анандай қымбат шөпті, асыл шөпті жеймін деп тәуешкілер жардан ұшып өліп жатыр. Құдайға тәуба, тәуба деп торапайларына ана шошқаның аталығы мен аналығы қорс-қорс етіп ақыл айтатын шығар. Ішсеңдер алдыңда міне, нәжіс деген аты болмаса, қарындарың тоқ, бәрің жаңағы борбиып семіріп тұрсыңдар дүкен мәсімхан сияқты болып. Міне, ішсеңдер алдарыңда, ішпесеңдер арттарыңда, ел аман, жұрт тыныш, ел басымыз, шошқа басымыз аман болсын. Міне, көрдіңдер ме ана тәуешкілерді, ана биік жартастан, ана шөп жеймін деп, ана басқаңның аяғы тимеген шөпті жеймін деп, ақмақ болып жардан ұшып өліп жатыр. Ана бұғыларды көрдіңдер ме, ақмақтар. Олар да анандай қиын жерде жүреміз дейді. Ал бүркіт деген ол тіптен ақымақ деп. Ана біз деген міне, еміз жуынды тәгіп қойғаны міне, нәжіс дегенмен, ол да азық қой, кім айтады нәжіс деп, ол да азық қой, қарын тойса болды емес па? Деп шошқалар бір-біріне тәуба шүкір айтып, шошқа бастары аман болсын деп, дұға тілейтін шығар оларда, деп айтамын да. Міне, сондықтан кейбір адамды өзі жаратушы жаратқанда, сондай жалақор, бәлеқор қылып, сондай арсыз, ұятсыз қылып, сондай атағың шықпаса жер өрте дейтін қылып, сондай бір жүрегіне иман бермей, не талант бермей, атақ шығарайын десе, не талант жоқ, батыр болайын десе, Құдай ерлік бермеген, текті болайын десе, тек бермеген, тексіз әкеден, тексіз шешеден туған жаңағы. Ал батыр болайын десе, жаратушы оған сондай бір рух бермеген, ел даузына қаратайын десе, білім бермеген, сондай бір бишара, жаратушының мейір рахымынан құр қалған, білімінен құр қалған бір бишаралар болады да, пілге үрген қандем боп атымды шығарам дейтін. Олар жаңағы шошқаның нәжісін жеп, бірінің нәжісін бірі жеп жатқан шошқа құсып, тәуба шүкір деп, жаңағы ішсек алдымызда, ішпесек артымызда дейтін, қарынның қамынан басқан ойламайтын. Жаратушы жаратқан кезде сондай бишара қып қойған пақырлар. Енді ондай міскіндерді мүсіркейсің, бірақ оған сен енді шошқаға бір, сен неге бір уақ жуынып, шайынып, ғұсыл алып, тақарат алып, бір хайуан болсаңдар да, бір дұрыстау хайуан болсаңдаршы деп шошқаға ақыл айтуға келе ма? Есекке, енді, сен бір енді күлге аунай бересің, енді бір уақ мына, қарашы, сен сияқты ана тұлпарлар енді туыстарың ғой, енді тұлпарларға қарасаңдаршы деп есекке ақыл айтуға келе ма? Боқ жемесе бас ауыратын итке, енді сендерде бір дұрысталып, бір боқты қойып, мына диета ұстап, былай істеңдер деп айтуға келе ме енді? Оның жаралмышы сол. Жаратушы оларға сондай жаралмыштықты несі қып қойды. Сондықтан кей нәрселерде қазақтарға көп нәрсені осылай түсіндіруге тура келеді. Ал басқа не сұрақ айтасыздар? Басқа не сұрақ айтасыздар? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар.
Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ой, сіздерде дегеніңіз түнгі сағат 1 болайын деді ма? Демаласыздар ма? Демалайық дегендер, демалайық деңіздер. Демалмайық дейтіндер, оны айтыңыздар. Демалайық дейтіндер 1 деген цифрды басыңыздар. Жоқ, сөйлей бер дейтіндер 2 дегенді басыңыздар. Көрейік. Қай жерден шығып отырсыздар? Қай қаладан шығып отырсыздар? Қай облыс? Ой, елдің бәрі 2-ні жазып жатыр ғой. Не деген ұйқысыз қазақсыздар? D1 дегенді жазыпты бір қазақ. Қалың 2 шықты. Астана дейді, Москва дейді, Алматы дейді, Ақтау дейді. Ал онда демалмасақ Манчестер дейді. Онда сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кешегі менің лекциям, бір тәуліктің алдында сөйлеген лекциямда Қазақстанның конституциясы, ондағы Тоқай жасаған өзгерістер туралы айттым. Сондықтан мен бұл арада ол сұраққа жауап бермеймін. Әлгінде қарасам, менің WhatsApp-ыма конституциядағы өзгерістер туралы айтыңызшы деген көп сұрақтар келіпті. Мен оған жаңағы оны жауап беріп қойдым, қайталамаймын. Сосын көп адамдар маған сөйлесейік, мынандай сұрағым береді, аудио мен видеомен сөйлесейік деп жазады. Сіз жазбамен жазыңыз. Мен міне кеше бір лекция сөйлеппін. Сенбі болғандықтан. Бүгін жексенбі болғандықтан бір сөйлеп тұрмын. Сағат 6-да бүгін тағы кездесуім бар. Тағы бір еврей жолдасымызбен кезігемін. Америкалық. Өзі еврей дегенмен еврейдің дінін ұстанбайды. Саясаткер кездесеміз. Мақсат не? Бүкіл Еуропа, Американы аттанысқа келтіріп отырып, сол түрмеде отырған атажұрттың 17 азаматын, үйғамақта отырған Гүлдария Шеризатты, анау күйеуі Қытайда қамалып қалған Әлімнұр Тұрғанбайдың әйелі Гүлдария Шеризатты, соны құтқару мәселесін талқылаймыз. Ал енді жаңағы ақын домбырашы Аян кім еді құдай? Тағы ұмытып қалдым ғой соның атын. Анау журналист жігітпен шатыстырып алайын балам ба деп. Аян Қалымбек. Қалымбек екен ғой, Қалымбек. Қалып қалған дегенде Қалымбек екен ғой. Аян Қалымбек, енді оны өзінің кембі қайнаталары, қайнағалары құтқаратын шығар. Ол туралы да кеше көзқарасымды айттым, бұл арада қайталамайым. Басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Оппозиционер болуға не себеп болды дейді. Өте жақсы сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақтың авторына рахметімді айтамын. Бұл енді менің өмірімді білетін адамдарға құпиясы жоқ еді. Бірақ сіз енді жаңадан тыңдап жазсаңыз керек, сізге бұл сұрақты мен қысқаша айтайын. Енді егер ерінбесеңіз, біздің мұражай болып сақталған, бірақ біз тоқтатып қойған YouTube каналымызда, менің осы Қазақстанда тұтқындалудың алдындағы лекцияларымда, менің Қазақстанның сотында 2019 жылы наурыздың 10-ынан бастап менің сотта тергеуде отырған кездегі сөйлеген видеоларым, сот залындағы тікелей эфирде Азаттық түсірген немесе біздің азаматтар түсірген видеолар, Серікжанның соттағы сөзі немесе Серікжанның соты деп YouTube-ке жазсаңыз көресіздер. YouTube-ке жазыңыз Серікжанның соты, Серікжанның соттағы сөзі деп YouTube-ке жазсаңыз бәрі тұр. Бәлен мәрте сот болды. Мені оппозициялық жолға салған қазақтың басындағы қайғы мен қасірет болды. Әділетсіздік, зұлымдық, теңдік. Әрине мен бірден оппозицияға келген жоқпын. Өссем, ол жаратушының алдындағы ақиқат болмай қалады. Мен туғанда оппозиционер едім, ойбай, мен бұлай едім, мен туғанда бәрін біліп тудым, мен сүрінгем жоқ, мен қателескем жоқ, мен соның бәрін баяғыдан білетін едім десем, ол лағнет шайтанның тірлігі болып қалады. Мен сүрініп, жығылып, алданып, анаған бір алданып, мынаған бір алданып, сөйтіп, тіпті анаған бір сеніп, мынаған бір сеніп, ту баста осы Қытайдағы қазақтың
басына ауыр күн туып Қытай компартиясы оларды геноцидке ұшыратып концлагерге 100 мыңдап қамап сөйтіп жатқан кезде мен тіпті Назарбаевтан үміт күткен адаммын. Мен оны ұялмай, қызармай тұрып, ащы шындықты мойындап тұрып айтамын. Мен Назарбаев бұл істен хабарсыз. Егер Назарбаев бұдан хабарлар болса, Назарбаевтың құлағына жеткізсек, сосын ол Ши Цзиньпинге, ай, Ши Цзиньпин інім, сен мені аға деп едің ғой. Анда қазақтарды жібере сал, ол қазақтың кінәсі жоқ десе, сонымен іс бітті, тындым болады деп ойлаған көп аңқау, саяси сауатсыз қазақтың бірі алдыңызда отырған осы жігіт. Ол енді маған тым абыройлы демес. Серікжанды сондай мінсіз көретін, жаңағы үйреніп қалған бір тұлғаларды, қайраткерлерді мінсіз деңгейде тұлғалап үйренген. Жаңа Қытай коммунистері Доңсун Нұрүй, Хуаң Жигуаңды батыр қылып жасағандай, орыстарда кезінде бәленбай батырды қолдан жасады ғой. Қазіргі қазақ қоғамында да қолдан құдай жасау процестері жүріп жатыр. Тұлға жасау, біреулерді тұлға жасау, халықты соған табындыру, діни тұлға табындыру, әнші тұлға табындыру, ақын тұлға табындыру, жазушы тұлға табындыру, фейк аппасиялық тұлға табындыру, шешен табындыру, мысалы Боқболатты тұлға жасап табындыру, Газабекті тұлға жасап табындыру, міне тағы бір әншіні тұлға жасап табындыру, міне тұлға жасау да барлығы. Халықты табындыру, діни, қазір қайраткерлерді, уағызшыларды тұлға жасап, елдер деген очеретке тұрып, қолына алып, бүйтіп, маңдайына нетіп, адамдар табындыру. Адамдарды ақиқаттан емес, жаңағы тұлғаларға табындыратын сәбеттік ортадан туған адамдарға менің жаңағындай өзімнің қателігімді, өзімнің бұрынғы жасаған қателігімді, аңғалдығымды, бұрынғы саяси сауатсыздығымды ашық айту қабылдауға қиын. Бірақ шындықты шыңғыртып тұрып айтатын, барды бар деп, жоқты жоқ деп айтатын, бірді бір деп, екіні екі деп айтатын Серікжан өзінің 2017 жылғы саяси сауатсыздығын ашық әшкере түрде мойындайды. Мен сол кезде саяси сауатсыз болғандығым соншалық, мен дос көшімді ұлттық тұлға деп нанып жүргенмін. Мен Айдос Сарымды не деген білімді жігіт, осы Айдос Сарымға кезгейші деп кезік алмай, қолын ала алмай кеткен жігітпін. 17 жылы сондай болды. Сөйсек, Айдос Сарым ана біздің қанымызда, тамырымызда, ана сөйлеген аудио лекцияларымыз бүкіл қоғамда тарап жүр, Фейсбукте жазылып жүр. Мынау чата дұрыс емес, мынау біздің сортымыздан емес деп сол заманда Айдос біліп қойыпты. Ол енді шайтани білімді екен да. Мына жігіт чота жүрегінен қайнап шығады екен, біз сияқты әртіс емес екен деп. Айдос сол заманда біліп, бізбенен кезігуден қашты ғой, жоламай қашты. Дігідік қашты, шуаса құсап. Біз шалма салдық, қысқасы ұстай алмадық. Біз сол кезде Назарбаевқа осы мәселе жетсе, Қытайдағы қазақтың басындағы зұлматты Назарбаев бір телефонмен шешеді деп нандық. Мен нандым. Міне, қателігімді мойындап тұрып айтамын. Мен қателігімді мойындап тұрып айтамын. Мен бірден жаңағы сұраққа жауап беріп отырмын. Мен бірден топ етіп секіріп, оппозиция болып, саяси сахнаға вертолетпен келген жоқпын. Менің көзімді өмір ашты. Жаратушы бүйтіп жүріп, ашып кеп, соның логикалы ойлап, бұлай екен ғой деп. Сол жығылып, сүрініп, тобығымызды тас қағып, тіземізді жартасқа жырып, шекемізбен жер сүзіп, бет аузымыз қан жасау болып жүріп, алданып жүріп, бармақ шайнап жүріп, опық жеп жүріп, біз ең соңында саяси күреске келдік. Қазақтың басындағы қасірет Назарбаев Қытайдағы қазақтың қамалғанын білмей отыр, ол білсе құтқарады деген мен шешілмейтіндігін. Қазақтың басында қасірет тек Қытайда қамалған бірнеше жүз мың қазақ емес, бүкіл 20 миллион қазақтың қасіреті осы Назарбаевтың қылмыстық жүйе екендігін біз танып жеттік. Бүкіл 20 миллион қазақты, жер шарындағы бүкіл қазақты сорлатып отырған осы қылмыстық, сәбеттік, бандиттік, қарақшылық, пирамидалық, номенклатуралық, фундаменталистік, осы деструктивтік жүйе екендігін біз осы күрес барысында танып жеттік. Сөйтіп, ең соңында
оппозициялық күрес жолына келдік міне. Оппозициялық күрес жолына келдік. Ол бірден бола қойған жоқ. Сондықтан мен сәбеттік методика бойынша өзімді туымысым, жаралмысым бөлегеді. Мен бәрін іштен оқып тудым деп. Немесе ана Солтүстік Кореяның Мешел баласын Солтүстік Кореяның телеарнасында 3 жасында 10 тіл білген, 5 жасында танк айдаған, 6 жасында ұшақ айдаған деп дәріптейді екен ғой. Халық соған сенеді екен күні түн айтқаннан кейін. Бүкіл дүние жүзінің шешілмеген күрделі мәселелерін, математика, алгебра, космос мәселесін біздің Ким Жон Ын генералдан телефон соғып ақыл кеңес сұрайды десе, корейлер сенеді екен. Мен өзімді өйтіп дәріптегім келмейді. Мен де 17 жылы дос көшімде әулие көріп, не деген білімді деп, не деген керемет ұлтшыл деп жүрдім. Сөйтсем, ол лағнеті шайтан екен ғой. Ай дос зарым, дос көшім дегендер лағнеті шайтандар екен. Оны кейін көзіміз жетті. Ал тағы қандай сұрақ бар? Оппозицияға қалай келдіңіз дегенге менің айтатыным осы. Білімі бар, амалы жоқты не дейміз дейді. Оны бейшара дейміз. Білімі бар, амалы жоқ, ол бәрібір жаратушының алдында оның жазасы ауыр болады. Мысалы, Перғауын патшаның тұсында Мұса пайғамбарға уахи түсті, пайғамбарлық келді. Мұса сол кезде өзінің үгітіне ілескендерді Перғауынның зұлым билігінен алып Ганан өңіріне бастап кететін болды. Сонда Перғауын өзін құдаймын деп жариялады. Мұса айтты, сен құдай емессің деді. Ал сонда Перғауынның құдай емес екендігін сол бүкіл Мысыр империясында білген жалғыз адам Мұса ма еді? Сонда бүкіл бір Мысыр империясында жалғыз көз ашық көкірек ой адам пайғамбарлық түскен Мұса ғана болды ма сонда? Қалған адам сонда Перғауынды шынында құдай деп табынды ма? Жоқ. Перғауынның құдай емес екендігін Мұсадан бұрын білгендер болды. Перғауынның құдай емес екендігін Мұсадан артық білетіндер де болды. Перғауынның жай адам екендігін, ішетіндігін және тышатындығын білген қасындағы ақылмандар болды. Бірақ олар Перғауын өзін құдай деп халыққа үгіттеткенде қосыла үгіттеді, соның идеологиясын жасады, дәріптеді. Неге? Біреуіне мансап керек, біреуіне жер керек, біреуіне байлық алып көру керек, біреуіне атақ керек, біреуіне кәдімгі бәленбай адамның тағдырын шететін күш қуат керек, абыройлы болу керек. Олар өмір сүру үшін Перғауынды құдай деп қоса дәріптесті. Немесе кем дегенде Перғауынның құдай еместігін ашық айта алмай, Мұсаның күресіне ілесе алмай отырды. Бірақ жаратушының алдында сол кезде Перғауынның артында қалғандар Перғауынмен бірге тозақылық болады да, Мұсаның үндеуіне үн қосып, Мұсамен бірге күреске аттанғандар ғана жаратушының рақымына бөлінді, қағекке жарылды. Ортада үнсіз қалғандар әрине Перғауын жақ болды. Сондықтан білімі болып, сол біліміне сай қарекет жасамағандар Перғауынның құдай еместігін біліп тұрып, ал Мұсаның пайғамбар екендігін біліп тұрып, Перғауынға қарсы тұра алмаған, Мұсаға ілес алмаған бейшаралар сияқты тозақ өртенеді. Қазіргі Қазақстан қоғамындағы зиялылар, мына жүйенің зұлымдығын, тирандығын білетіндер, халықтың әбден езілгендігін, ұлтымыздың басына ең ауыр қауіп төніп тұрғандығын білетіндер, біле тұра бірақ қарекетсіз отырғандар, олар жаңағы Перғауынға қарсы тұра алмаған, Мұсаға ілес алмағандар сияқты шерменде болып тозаққа кетеді. Ал басқа қандай сұрақ бар? Басқа қандай сұрақ бар? Мен тағы да бір телефон алып келейін, егер ренжімесеңіздер, мына жерде бір маңызды телефон кеп тұр қайта-қайта. Егер мақұл десеңіздер, мен бір 2 минут телефонда сөйлесіп жіберейін.
сұрақтарыңызға мен ерінбей жауап беремін. Ассалаумағалейкем, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш шалдарыңызда, Серікжан Біләшұлы. Ал сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар енді. Сұрақтарыңызды біз тыңдауға жауап беруге міндеттіміз енді. Мынау жұрттың бәріне белгілі. 10 тонна болса да, бізге лайк саусақтарың 10 тонна болса да, бізге лайк басып отырыңыздар. Саусақтарың 10 тонна болса да, бізге лайк басып отырыңыздар. Жоқ. Не жоқ? Ерекше қонағыңыз. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мына Шымкент шоу ғой деймін. Шымкент шоу мына менің патентіме қол сұғыпты. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да лайк басып отырыңыздар деген сөзімді Шымкент шоу ұрлап апты. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. TikTok имам туралы айтшы дейді. TikTok имам туралы айт десеңіздер айтамыз. Оны енді басқа бір кезде айтайық. Бірақ мен бұрын ол туралы көп айтып болдым. Жазып іздесеңіздер тұр енді. Фейсбукты Марк Супербергтен ақш конгресі тартып алды ма дейді. Жоқ. Америкада жеке меншік затты тартып алмайды, компанияны тартып алмайды. Бірақ егер бұл компания салық жасырса, немесе заң бұзушылықтарға жол берсе, адамдық құқық, тіл бостандығы, сөз бостандығы дейтін нәрселерге қайшы жұмыс істесе, ол Америкада оған іс қозғалады. Конгресте тыңдау болады. Ол конгрестегі оның берген жауабы, ол қылмыстық іске де жаңағы пайдаланылуы мүмкін. Сондықтан Секербергтің Фейсбуктегі құқық бұзушылығы туралы әңгіме бұдан бұрында тыңдалған, конгресте болған, ол сол жерде отырып кәдімгідей жауап берген. Сондықтан бұл жерде рахмет, бұл жерде $8 лақтырған жігітке Алла разы болсын. Енді бұл жерде Секербергтің құқын конгресс тартып ала алмайды. Тартса сот тартып алады. Егер оны қандай да бір заң жазса, бірақ сот оны тартып алу үшін оған қылмыстық негіз керек. Айыппұл салу анау-мынау болуы мүмкін, бірақ біреуден меншікті тартып алу Америкада болған емес. Бұған менің жауабым осы. Ол Қазақстан емес, біреуден бір компанияны тартып ала салатын, аяқ астынан бір белгісіз кәсіпкер пайда бола қалатын, бір демде не істеген белгісіз $1 миллиард алып бір кәсіпкер пайда бола қалады, біреудің компаниясын біреуге тартып алып береді. Ондай әңгіме тек Қытай мен Қазақстан, Ресей сияқты
Диктаторлық елдерде ғана болады. Америка сияқты демократиялық елдер жеке меншік қасиетті, оған қол сұғылмайды деген христиандық бапты ұстанады. Христиандарда жеке меншік қасиетті деген ұғым бар. Сондықтан бұл арада жеке меншікке қатты құрметпен қарайды, заңмен қорғайды. Міне. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Семейде сағат 1-ден 11 кетті дейді. Дұрыс айтасыз, бізде Америкада түстен кейінгі сағат 3-тен 12 кетті, Вашингтонда. Міне жерде Әлибек деген жігіт жазды. Серікжан Біләш ағаны тыңдап менің көзім ашылды. Бұрын молда имамдарға қатты сенуші едім. Қазір олардың нағыз бет-бейнесін көріп жүрміз. Аға көп жаса, сау болыңыз. Серікжан Біләш аға өте жақсы адам дейді. Әлибек, Алла разы болсын енді. Алла мақтамсың енді. Барша мадақ күллі әлемнің Раббысы бір жаратушы Аллаға тән. Енді жаратушы бізді сіз ойлағаннан да жақсы қылсын, сізді біз ойлағаннан да жақсы қылсын. Енді сіз мақтағанға бола жаратушы бізді жазаламасын. Мақтауға лайық емеспіз. Бірақ мен молда имамдарды неге сынайын? Мен дінге қарсы емеспін. Мен өзім діндармын. Мен өзім намаз оқимын. Мен өзім ораза ұстаймын. Жаратушының тый дегеннен тыйылам. Істе дегенін істеймін. Бірақ мына биліктің өмірін ұзартуға қызмет істеп жүрген. Тарихтан бері, феодалдық патшалардан бері қалған. Мына биліктің дәргейіне халықты мүлгітіп бас ұрғызтатын, халықты өлі шүкірбай қылуға тәрбиелейтін, тәркі дүние болуға тәрбиелейтін, тікелей айтпаса да күреспе, ереуілге шықпа деп ашық айтатын, тікелей айтпаса да барлық қоғамдағы барлық нәрседе мұсылмандарды өлі, пассив өмір сүруге, реакциясыз өмір сүруге, қоғамдық барлық нақақшылықтарда үнсіз қалуға қарай үгіттейтін. Және тағдыршыл болуға, басыңа сиіп қойса да, түшіп қойса да, жаңа тәуба де, шүкір де, жаңағы қатыныңды зорлап жатса, құтқарып алма, тахажжуд оқы, жаңағы жолда суда ағып бала кетіп бара жатса, тахажжуд оқы, мұсылманның қаруы дұға деген деп діннің ана бабын мынаған қарсы қолданатын, ал мына хадисті ана іске қарсы қолданатын, анығында дін бұзарлықпен айналысып жатқан мына мұнафиқ имамдарға, мұнафиқ дінкештерге, дін тонын жамылған шайтандарға мен қатты қарсы тұрамын. Дінде мін жоқ. Дінде мін жоқ. Жаратушының пайғамбарларында мін жоқ. Олар әр заманда, әр қауымға түскен сол пайғамбарлар, кітап түскен пайғамбарлар, кітап түспеген пайғамбарлар, тарихта аты жазылған пайғамбарлар, жазылмай қалған пайғамбарлар. Біз анық пайғамбар деп білетіндер, біз анық пайғамбар болу мүмкін деп ойлайтындар. Бұл адамдар жаратушының қалауыменен сол қауымына ілім, білім, туралықты несіп қылды. Мемлекет құрды. Мысалы, Сүлеймен пайғамбар дүниедегі ең бай адам болып өмір сүрді. Күшті, қуатты мемлекеттің патшасы болды. Өмір бойы жарлы жақпай болып өтті. Мысалы, Иса пайғамбар үстіндегі 40 шоқпыт шекпеннен басқа бір мүлкі болмай кеткен адам екен. Ал жоқ жерде мемлекет жасап, бүкіл адамзат өркениетіне елеулі үлес қосқан, адамзатқа ықпалы бар 100 адам дейтін батыс зерттемендерінің кітабында аты бірінші болып жазылған біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бар. Ол кісі арабтарды көп құдайшылдық, тас құдайға табынатын, надандықтан, жахилияттан құтқарып, бір құдайшылдықты алып келді. Міне, арабтың мәдениетінің, әдебиетінің өркендеуіне, ғылымының өркендеуіне үлкен үлес қосты. Ол кісінің құрған мемлекеті бүкіл үлкен, әлемдік үлкен өркениетті ел болды. Сол заманда ілім, білімді, медицинаны, астрономияны, әскери өнерді, математиканы, физиканы дамытты. Сол арабтың даласынан шыққан ғалымдардың шығармаларын аударып барып Еуропадағы ғылым білімдегі өсу содан басталды. Сол заманда сол арабтардың алгебрасын алгебра қылып, арабтардың астрономиясынан барып Коперник, Галилейлер телескоп жасады. Бірақ араб даласындағы бұл ғылыми өсу кейін тоқтап қалды. Оның тоқтауына өте көп тарихи себептер бар. Феодалдық патшалық жүйе, елдегі демократияның
әлсіреуі, пайғамбар тұсындағы әрбір адамның адамдық құқын кепілдендіру, әйелдерге дейін мұрагерлікті сол пайғамбар шешкен, одан бұрын әйелдердің мұрагерлік құқы болмаған, әйелдердің құқы көрсетілмеген, арабтарда өзі туған қызды өзі жерге тірідей көметін болған. Міне сол керемет заңдардың барлығын кейін феодалдық патшалар жаңағы сатымсақ молдаларменен бұрмалай келіп, ең соңында арабтарды жаңағы бір әділетсіз патшалардың, зұлым, ызақор патшалардың, үштіз қатын алатын патшалардың жаңағы бір артта қалған, білгенін істейтін, мынау адамзаттың үздіксіз ғылым білім, тәни дүниедегі ғылым білімдегі ізденісінен көрі тәркі дүниелік болатын. Барлық зұлымдықты көрсе, тәубе шүкірде, бір көзіңді ойбаса, тәубе шүкірде, екінші көзің аман деп отыра бер дейтін. Осындай сол зұлым дінкештер, патшаны жағалаған зұлым дінкештердің кесірінен ислам қоғамы артта қалды. Ол артта қалушылық әлі де келе жатыр. Әлі де келе жатыр. Мысалы, мен Америкадағы христиан поптарға қатты қызығам. Олардың істеп жатқан істеріне қатты қызығам. Неге? Олар христиан поптар тек дін таратып қана шіркеуінде отырған жоқ. Олар бүкіл дүние жүзінде сол христиан бауырларының қорлық көрген, құқы тапталған, шіркеуі шағылған, сол христиан бауырларының құқын қорғау үшін бүкіл дүние жүзілік деңгейде жұмыс істеп жатыр. Жылулар жияды, көмектер жасайды, құдықтар қазады, діни орталықтар ашады, арнайы ғылым білімі мықты жастар, бірақ жағдай жоқ, оқи алмайтын болса, Америкада, Еуропада оларға дайындаған гранттар бар, оқытады. Оны не оқытады? Бәрін інжіл оқыта ма? Жоқ. IT оқытады, астрономия оқытады, физика оқытады, медицина оқытады. Ал бізде мешіттерше, мешітке түскен қаражаттан не істейді? Меккеге қажылыққа жібереді. Құранды жаттап алған қариларға не береді? Меккеге қажылық жібереді. Ал бізде мешіттер қашан адамдық құқық саласында жұмыс істейді? Қашан құқы тапталған мұсылмандарды құтқарады? Құтқармақ түгілі. Міне қазір түрмеде жатқан Бекзат Мақсұтхан қазіргі мүфтиімізге барып, мынау Қытайда жатқан қазақтарға, түрмеде нақақ қамалған қазақтарға, өлтірілгеннен кейін жаназасыз жерленген қазақтарға бір дұға жасаңызшы дегенде, дұға жасаудан бас тартқан. Мекке қажыға барып келеді, мына қасиетті, немене бірдеңе деген құрма, әжір құрмасы дейме, құрма жеңіз деп айтады. Соны Бекзат дұғасын жасаған. Ол құрма жаңағы зәмзәм суын ішерде дұға жасамай ішпейді ғой. Ана құрманы жейді. Сонда Бекзат жасаған дұғаға жаңағы мүфти қолын жаймаған ғой. Ол мүфти ма? Жоқ, ол киім-пішнек. Қазақстанда бұрынғы бірінші, екінші мүфтиң бәрі киім-пішнек. 70-ші жылы Құдай жоқ, дін апиын деп кітап жазғандар, Совет құлағаннан кейін тонды теріс айналдырып, шапанды теріс киді қысқасы міне. Былай киіп алды. Ана Советтің КГБ деп жазылған, Совет государственный комитет безопасно деген былай киіп алды міне. Ананың ішінде былай киді міне. Мынаның ішінде УКК деп тұр, комитет государственный безопасно дегенді былай киіп алды. Былай киіп алды да имам болды. Бірақ мынаның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитеті, комитет государственный безопасно болып тұрды. Көрдіңіз бе? КГБ. Соған киді, міне жерге басқа сәлден орадан, қатыннан, дамбалыңды шашайды. Ақ дамбалың бар ма? Бар деді. Басына орап алды сәлді. Соған қолды былай алды, сақалды жіберді. Ол 70-ші жылы Құдай жоқ, дін апиын деген КГБ-ның тапсырмасыменен арабша оқығандар, 70-ші жылы КГБ-ның тапсырмасымен арабша оқығандар, мұхтарам жамағат, ана яқта 72 періште бар деді, яман сүлі деді де. Ана яқта дейді де, 72 періште бар дейді де. Яман сүлі деді. Анарлары тарсықтай деді де. Рулеткамен қор қыздарының анарына дейін өлшеп келген имамдарын КГБшниктер міне. Көрдіңіз ба қазақтар? Осындай болды. Қазіргі имамдарың да сол. Дұрыстап отырып түнде о кісілердің жаңағы үйіне кіріп сандығының түбін тексерсең де ұрлыққа кіріңдер енді.
кірсеңдер, сол кемпірдің құжаты шығады, сандығы чемоданның түбінде шыққан. Бүгін имамдықтан алып тастаса, ертең ГАИ болып, ұлттық қауіпсіздікте, идеология бөлімінде тағы бір жерде бейшара қазақты мынаны экстремист, ананы террорист, мынаны бірдеңе секта деп соттайтын эксперт болып жұмыс істей береді. Олар таңертең жұмысқа шыққан кезде, сол кәдімгі қызметке шықтық деп ойлайды. Оның ана киіп алған палтосы, басын орайтын сәлдесі, ол әгер бүгін кімнен ақша сындырсам екен деп шығатын кембінің, ГАИдің, бүгін қайсы ауруды әпресті сойып жатып, тоқтатып қойып, туысынан ақша сындырсам екен дейтін дәрігердің формасынан айырмасы жоқ ол. Ол басына сәл дұрып, молда болып баса, немесе уағыз айтып, телевизорда уағыз айтса болды, тақуа екен, Құдайға шын берілген екен демеңіз, ол қызмет істеп жүр ол. Ол қызмет оған. Ол айлық алып, зарплата алып істеп жүр ол. Оны тақуа деуге келмейді ол. Оның тақуа ма, тақуа еместігін оны жаратушы ғылым иесі ғана біледі. Оны ешкім білмейді. Оны сол қатыны біледі, басқа біледі, біз білмейміз. Ол қызмет, ол кәдімгі бүгін кімді әпірес жасасам екен, кімді қорқытып, ойбай мына қауіпті кеспесек болмайды деп, бір жерін кесіп тастап ақша сындырсам екен деп, қанішер дәрігер, бүгін кімді нақақ соттатқызбау үшін бәлем миллион бересің дейтін сот, бүгін кімді шырылдатып ұстасам екен дейтін кембі, бүгін кімді жаңағы сені анандай заң бұздың деп штраф жасасам екен дейтін гаишниктен, ол молдекеңдердің айырмасы жоқ. Бәрі қызмет қана. Міне. Сондықтан бұл жерде қазақтар бір нәрсені біліңіздер. Мынандай бір жер болады. Ештеңке өнбейді. Қағыр, тас. Оған не жеміс өнбейді, не шөп өнбейді. Бірақ сол қағыр тас, асты керіш тас. Сол жерге жаңбырдың суы тоқтайды. Ал басқа топырақ, кәдімгі нулы, жемісті, шөпті жерге жаңбырдың суы тоқтамайды. Неге? Ол сіңеді топырақ. Сосын ол сіңгеннен кейін барып ол жерге жемістер өніп, шөптер өніп, ол жерде жаңа құс шөптің, ағаштың панасында паналап, ананың дәнін құстар, құрттар жеп, ана жемісті адамдар жеп, бүкіл тірлік алады. Енді бір жерлер болар. Жаратушы оны тастай қаттығып жасап қойған. Оған су сіңбейді, бірақ жаңбырдың суы сақталады. Ол сақталып тұр ыдыс болып. Енді оған аңдар барып ана жерден су ішеді. Бірақ ол жер қағыр, ол жер тасты жер, одан дым өнбейді. Бірақ ол су сақтайды. Сондықтан кейде мынау діни білімі керемет терең. Бірақ сол діни біліміне өзі амал қылмайтын, қарекет қылмайтын, өзі дінді бәрін беске біліп тұр. Аққа жақ болмаса, қараға қарсы болмаса, ақиқат үшін, шындық үшін күреспесе, жаңағы тағдырына сеніп иман келтіріп, Алланың разылығы үшін, ақиқат үшін күреспесе, әлсіздің жақтасы болмаса, зорлықшыға қарсы тұрмаса, оның сұрағы ауыр екенін біліп тұрып, бірақ оған қарекет қылмайтындар, жаңағы өзінен жеміс шықпайтын, өзінен егіс шықпайтын, бірақ тасты жер, бірақ ана суды сақтап тұрған жартасты ойпат сияқты болады. Олардың білімі өздеріне пайда бермейді, бірақ елге айтқанға керек болады. Міне. Сондықтан көп нәрселерде мына оның не айтқанына емес, не істегеніне қараңыздар. Не айтқанына емес, не істегеніне көбірек мән беріңіздер. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарға көшсеңіз дейді. Ал енді сол сұраққа жауап беріп жатырмыз ғой. Сіз президент болсаңыз, орыс тілді мектептерді жабасыз ба дейді. Жабам. Қазақстанда қазақ және ағылшын тілінде екі тілде ғана сабақ беріледі. Болды, бітті. Басқа тіл жоқ. Тоқаев Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің бопсасына түсіп қалды ма дейді.
Тоқаев Қытай құл. Ол Қытай боп салады ма, ақшамен сатып алды ма, қызбен боп салады ма, жігітпен боп салады ма, оны енді бір Құдай біледі, бір Қытай біледі. Бірақ қалай болмасын, ол Қытайдың құлы болып отыр. Насонжор не істеп жүр дейді. Насонжордың не істеп жүргенін мен бақылап жүрген жоқпын ғой оны. Оның не істеп жүргенін мен президент болып, оны түрмеге тыққанда сол кезде айтып берейін. Дәл қазір оның қайда жүргенін білмеймін. Москвада өзінің қарулы күзетпен күзетілетін зәулім сарайында тоқалдарына аяғын уқалатып жатқан болар шал, бармағын шайнап. Илон Маск менен асып кетті, бай болып кетті, ақшам Илон Маскке жетпей қалды деп өзін дүниедегі ең бейшара қор сезініп, шалың қараса шама жоқ, күш жоқ, тоқалдарына да жарамай қалған, өмір өтіп барады, бақсыларына ренжіп, сендер баяғыда мәңгі бақи жасайсың, жас боласың деп едің, өтірік болды ғой деп бармағын шайнап жатқан болу керек Москвада. Ал тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Әлемде өзгеріс болып жатыр. Қазақстанда өзгеріс бола ма? Бұл сұраққа мен енді жақсы жауап берейін. Жақсы сұрақ. Бірақ бұл сұрақтың құрамында бір қазақ өз ішінен өзгеріске ұмтылмай, бір әлемнен сырттан бір өзгеріс келіп, бізді өзгертіп бере ме деген бір қазақ халқының қанына тарап, етінен өтіп, сүйегіне жеткен бір өзгеріс бізге біреулер тарапынан жасалса екен деген ындын тұр. Бұған мен келіспеймін. Әлемде өзгеріс болса да, егер сен қазақ халқы сен ұмтылмасаң, сен оянбасаң, сен күреске аттанбасаң, сенің еліңде өзгеріс болмайды. Сенің еліңде өзгеріс болмайды. Аспаннан киіз жауса, сорлыға ұлтарақ тимейді. Мен қайталап тұрып айтамын. Аспаннан киіз жауса, сорлыға ұлтарақ тимейді. Аспаннан киіз жауса да сорлы ұлтараққа жарымайды. Бүкіл дүние өзгеріп, бүкіл жер беті өзгеріп, Африкадағы анау диктатуралық елдер, мына араб диктаторлары, тағы басқа Латын Америкадағы есірткі қару жарақпен айналысып, елі быт-шыт болып жатқан елдер, тирандық елдер. Бүкіл дүние, тіпті орыстың өзі, мынау фашистік, рашистік, импершілдік ауруды қояйық, енді бір бейбіт заң салтанат құрған, үш билік параллель тұрған, ақпаратқа еркіндік берілген, президенттің билігін парламент, конгресс шектейтін бір жүйе орнатайық деп, бүкіл жер шары тұтасыменен демократиялы ел болып ауысып кетсе де, егер қазақ халқы өзі қарекет жасамаса, өзі оянбаса, онда сол кезде де Тоқаевтың 99 жасында Тоқаев жасасын, Тоқаев билікке құмар адам емес деген қисық ауыз Айдос Сарымның сөзіне сеніп, ел басаман болсын, дін басаман болсын, тәуба шүкір деп отыра бересіңдер. Ол үшін өзің әрекет жасау керексің. Өзің адам ретінде бір қадам бастау керексің. Ата жұртқа қосылу керексің. Біздің ісімізге араласу керексің. Бізге мүше болу керексің. Қорықсаң, бізді қаржылай қолдау керексің. Жұмыс істесең, мен кем дегенде бір айда 30 күнде бәлен күндігімді ата жұрттың ісіне қаржылай көмектесу керекпін. Секеңе мына жеріне көмектесу керекпін. Интернетте мынандай ояту жұмысын істеу керекпін. Мынандай іс-шараға қатысу керекпін. Мына сотына бару керекпін деп сен өзіңнің өміріңді бізге байлаған кезде, өзіңнің өміріңді күреске арнаған кезде сенің еліңде демократия орнайды. Ал егер сен өзің бүкіл қазақтың тағдырынан сенің қатысың жоқ сияқты бөлек жатсаң, бүкіл қазақтың өмірінің сенімен қатысы жоқ сияқты сен өзің тыныш жатсаң, әлем өзгеріп, Африкадан тартып Латын Америкаға дейін, тіпті мына жауыз орыспен арамызда Қытайға дейін демократияға ауысайық деп, бақыттан бас айналып, бүкіл елде батыстық демократиялық жүйе орнап, үш билік параллель тұрып, ақпаратты еркіндік бар, адамдық құқы кепілденген болып, сөйтіп кетсе де, сорлы қазақ Тақайды қолдан құдай жасап, немесе Тақайдың баласын, Назарбайдың тоқалдан таптырған баласын, немесе Албастының апасындай Дариға Назарбаеваны, немесе Оқабис сатып алдын, немесе тағы бір секта басты қолдан құдай жасап, тастан мүсінін тұрғызып, соған табынып
өмір сүре бересіңдер қазақтар. Ол үшін өзің оянып іске кіріс, айналаңды оят, іске кірістір. Туыс туған 60 апа 70-де құда жұрат, жекжат, өз жұртың, қайын жұртың, нағаш жұртың бәрін іске қос. Кімге сөзің өтеді, бәрін осы күреске аттандыр. Сол кезде қазақтан үміт болады. Ал қалың елім, қазағым, мен 261 минут сөйлеп қойыппын. 60 дегенде 4 сағат 21 минут сөйлеппін. Демалайын. Жер бетіндегі ең көп сөйлейтін қазақ болдым менде. Ұят болды. Қарнымда шығып кетті. Шай пайымды ішіп алайын. Сағат 6-да кездесуім бар. Кездесуіме барайын. Соның барлығын енді істейін. Енді аман болыңыздар, сау болыңыздар. Вашингтонда түстен кейінгі сағат 3-тен 32 өтті. 3-тен 33 болайын деп тұр. Сіздерде түнгі сағат 1-ден 32 болды. Аман болыңыз, сау болыңыз. Бір дұға қылайық, сонымен бүгінгі лекцияны аяқтайық. Жаратушы Алла күллі қазақ халқын мынау зұлым, орыс құл, қытай құл, парақор, қарақшы, ұры жүйеден құтқара көрсін. Жаратушы Алла күллі ғаламның жалғыз иесі, ақирет күнінің жалғыз сұрақшысы, жәннат тозақтың иесі, бізді жоқтан бар етуші, өлтіруші, қайтадан тірілтуші, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ, жалғыз Алла. Осы күллі қазақ халқын аққа жақ болатын, қараға қарсы болатын, ісімен, сөзімен, қарекетіменен, ақиқат үшін, еркіндік үшін күресетін, ел үшін, отан үшін, бір жаратушының разылығы үшін күресетін, шынайы күрескер, ақиқатшыл, шыншыл құлдарынан болуды ниет қылсын. Жаратушы Алла қазақ халқын жаратушының дәргейіндегі дәрежесін көтерсін. Жаратушы баршамызды дәргейіндегі дәрежесі көтерілген, мейіріміне, шафағатына бөленген, ілім біліммен, ғылыммен суарылған, ақиқат үшін, шындық үшін күресетін, барлық сынағын сәтті, дұрыс орындайтын, бұл дүниеде бай бақытты, баяшатты, және ол дүниеде фирдаус жәннаттарынан болатын, екі әлемдігі де нұрлы, екі әлемдігі де кепілдендірілген ең бақытты мұсылмандардан болуды несіп қылсын. Жаратушының істе дегеннен істеп, тиыл дегеннен тиылатын, бұл дүниеде ілімді, білімді, бетті беделді, атта тақты, абыройлы, білікті, күшті, қуатты болып өмір сүруді несіп қылсын. О дүниеде ең сүйікті пенделер тұратын фирдаусы жәннаттарының тұрғындарынан болуды нетіп қылсын. Ей Алла, күлл әлемнің Раббысы, қорға, қолда, мынау түрмеде жатқан 18 батырымызды, олардың туыс туғандарын, бала шағаларын қолда, олардың рухына рух бер, тәніне ешқандай зәбір зиян жеткізе көрме, оларды мұңайта көрме, жасыта көрме, оларға бір хикметіңмен, өзіңнің шексіз ғылымыңмен күш қуат бер, оларды тар есік тас босағада, оларды бейне еркін азат елде жасағандай күшті қыл, қуатты қыл, бетті беделді, абыройлы қыл. Осы азаматтарымызды қазақтың намыс үшін, бір өзіңнің разылығың үшін, жауыз, зұлым, озбыр, құдайсыз, коммунист Қытайға қарсы тұрған ісі үшін, олардың біліп және білмей істеген күнәлары болса, мағфират есігімен мағфират етіп, олардың дәргейіндегі дәрежесін көтеріп, оларды еліне, халқына аман, есен, қауышатын қылып, азаттыққа, еркіндікке жеткізе көр Алла. Ей Алла, мынау орыс құл, Қытай құл, зұлым биліктің, және олардың өмірін ұзартып отырған осы орыс құл, Қытай құл, мына ұры, қарақшы, жауыз, қаншер биліктің өмірін ұзартуға қызмет істеп жатқан, ырықты ырықсыз қалде осы биліктің үгітшісі, насихатшысы болып, ырықты ырықсыз қалде осы биліктің өмірін ұзартуға жұмыс істеп жатқан барлық адамның көкірек көзін аша көр, олардың жүрегіндегі үрейді алып таста, оларды аққа жақ қыла көр, қараға қарсы қыла көр. Ей жаратушы Алла, қазақ халқына ақиқат жолын нұсқа, оларды бұл дүниеде қор болған және ол дүниеде тозағыңды өртенетін бейшаралардан қыла көрме, оларды бұл дүниеде де бақытты қыла көр, оларды ілімді, білімді қыл, көкірек көзін аш, дін тонын жамылған дінкеш, мұнафиқ, алаяқтардың аздыруынан сақтай көр, оларды өзіңнің мұнтақим жолыңа, ақиқат жолыңа баста, дұрыс жолыңа салғасын ешқашан
жүректеріне шүбха сала көрме Алла. Ей күллі әлемнің Раббысы, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, серігі жоқ Алла. Өзіңнің ілімді, білімді, күшті, қуатты, тақуадындар, білікті құлдарыңды бізге дос қыл, туыс қыл, серік қыл, жолдас қыл. Бізден оларға, олардан бізге пайда жеткіз. Өзіңнің қарғысыңа қалған лағнеті құлдарыңды бізден алыс қыл, және олардан бізге ешқандай зәбір зиян жеткізе көрме Алла. Ей Алла, жабылып жатқан жалалардан, артылып жатқан бәлелерден, мына айтылып жатқан өсектерден бізді өзің қорға. Осы барлық бәлеқор жалақорларға зауалыңды жібер. Оларды бұл дүниеде қор қыл, және ол дүниеде жазаңа ұшырат. Оларды бұл дүниеде жазала, өзгелерге үлгі қыл, сабақ қыл. Оларға ең ауыр жазаларыңды жібер. Олардың жалақорлығынан, бәлеқорлығынан оларға ешқандай пайда жеткізбе. Бұл жалақор бәлеқорлар, бұл биліктің өмірін ұзартып жатқан, осы биліктің үгітшісі, насихатшысы болғандар, осы бәлеқорлығымен, жалақорлығымен қандай бір жетістікке жеткен болса, олардың сол жетістігін күл талқан қыл. Олар нені жақсы көрген болса, сол жақсысын жоқ қыл. Олар неге қол жеткіздім, осымен биікке жеттім десе, сонысын күл талқаны шығар. Оларды бірімен бірін итше ырылдатып қой. Оларды абыройдан, ілімнен, білімнен айыр. Оларды қор қыл. Оларды бұл дүниеде де қор қыл. Ол дүниеде тозағыңда азапта. Ей жаратушы Алла, өзіңнің сүйікті бақытты мәртебелі құлдарыңды ақиқатшыл қыл, шыншыл қыл. Білімі болғанмен қарекеті жоқ, білімі болғанмен амалы жоқ шерменде болып жүргендердің жүрегіне батырлықты несіп қыл. Күн үшін күлік жеп, мына зұлым биліктің ақшысы жақшысы болып жүргендер, мына билікті судан тұнық сүттен аққып дәріптеп, олардың зұлым өмірін ұзартып жүргендердің жүрегіне иман, тауфиқ, хидаят бер, оларды ақиқатқа қайтара көр Алла. Ей Алла, мынау жалақор бәлеқорлар егер шынында сенің лағнетіңе қалған, екі әлемде де лағнетіңе қалған бейшаралар болатын болса, оларға жазаңды тек ақиретке қалдырмай, бұл дүниеде де жазалап, басқаларға үлгі сабақ қыла көр. Егер бұлар адасып жүрген ілімсіздерден, білімсіздерден болса, оларды бұл теріс жолдан қайтара көр Алла. Ей Алла, екі әлемдігімізді нұрлы жарық қыл, екі әлемде де еңсемізді биік қыл, жүзімізді жарық қыл, мәртебемізді үстем қыл. Біз істеп жатқан ісіміз бір өзіңнің разылығың үшін, езілген, жылаған, қор болған әлсіз қазақ халқының азаттығы, еркіндік үшін барлық таресік тас босаға қамалып, Қытайдың, орыстың, қазақтың түрмесінде мына зұлымдар жағынан нақақ сотталып қамалып отырған азаматтарымызға бостандық, еркіндік несіп қыла көр Алла. Ей Алла, біздің осы жолда істеп жатқан күресімізді өзің қолда, періштелеріңді жіберіп қолда, алдымыздан, артымыздан, оңымыздан, солымыздан, ішімізден, сыртымыздан қолда. Біздің иманымызды күшейт, ілім білімімізді арттыр. Осы іске пайдасы бар күллі құлыңды өзің осы іске жұмылдыр қой. Осы іске көмегі бар күллі құлыңды осы іске өзің жүгіртіп қой, бізге хабарластырып қой. Бізді дәргейіңде, ей Алла, дәрежесі көтерілген, мейіріміңе, шапағатыңа бөленген, сүйікті, бақытты, мәртебелі, екі әлемде де ең сүйікті құлдарыңнан ете көр. Аллахумма раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан-нар би рахматика ар-рахман ар-рахим. Амин. Аллаху акбар. Аман, сау болыңыздар.